Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Көп айтат, неге андай қиын машиналарды түсіресіңдер, неге екінің бірінде болатын машиналарды түсірмейсіңдер деп. Сол себепті біз бүгін қарапайым блогердің қарапайым көлігін түсірейін дедік. Ендеше қонақта Неха және де оның көлігі Toyota Camry 40, яғни сороковка. Жай сороковка емес, SE деп айтты. Неге олай айтқанын өзімізге түсіндіріп беретін болады. Бұл Майкар кезі тарнасы, мен Ерғазы Әзімханұлы, біз бастаймыз кеттік. Араларында Камрилар бар, Камри айдайтындар көп шығар, я? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ереке, амансыздар ма? Құрметті достар, ассалаумағалейкум. Менің есім Ынтымақ Бұрханов. Инстаграм жалпы шоу бизнесте дейма, Неха бар деген лақабатпен танымалмын. Және де мен, және де қарапайым. Дикий Неха бар емес ба? Дикий емес, обычный Неха бар. Және де лимузині бар. Кадиллагы бар, Никольны бар, қарапайым ғана Ерғазы бар атан. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Сұрайын дегенім, сен алдында айтқан болатынсыз, Мерсті түсіріп еді қой, иә? Сендердің сол кезде айтқан болатынсыз, ертең өзімнің машинамды алам, сол кезде дерзкі қылып түсіндіріп берем, көрсетіп берем деп. Сол себепті сол уақыт келді, Camry. Енді неге Camry таңдадың, неге осы машинаны таңдадың, соның барлығын түсіндіріп бер бізге. Мен басында, Hyundai деп айтып жүрдім ол кезде, по-моему, Elantra, Hyundai либо Camry деп. Мен андай особо бір қатты машинаға қызғам негізі, бірақ қатты қызықпаймын да, жасап, сәндеуге ше. Маған главный жүріп тұрса болды. Қаланың ішінде осы әйтеуір бұзылмайды, ишек құсап жүре береді деді. Қанша бір кішкене жасап қоясың, бұл жүре береді деді, көрейші. Сонымен Camry'ді алдық, бұған жаңағы өзімнің туысқан ағам көмектесіп таңдап берді маған. Сөйтіп сатып алдым, короче, 6 миллионға. Мына 6 миллион қалды. Қай жылғы көлік, объемы қанша? 2007 жылға араб сборкасы SE дегеннің расшифровкасы дейма, қандай дейді? Sport Edition дейді ғой, полный комплектация. Расшифровкасы Sport Edition ба? Иә. Ошын қат жүреді ғой? Камрилардың да Sport Edition'дар бар. Иә. Бұл толық комплектация, иә? Әрине. Люгына дейін бар, Мына жері маған келгенде естіп келген, енді мен дұрыс айдамайды деп ойлап қалмаңыздар, мен өте ұқыпты айдаймын. Неханың ұқыпты айдайтынын, айдамайтынын, жалпы кез келген көлік жүргізушінің қалай айдайтынын көлікке отырған кездегі иістен байқауға болады. Ішіндегі тазалықтан байқауға болады негізі. Бүйтіп парокты аттай берген кездегі андай жүргізушінің көз қарасынан байқауға болады. Бүйтіп парокты басам екен, баспайм екен. Машинаның ішіндегі комфортпен таныстырып бізді. Не бар, не жоқ, мультируль барлығымен. Мультируль бар, мына дауыс шығаратындары, мына өлең ауыстыратындары, мына мод деген. Ана жер ма бірдеңесі? Жоқ, мынаны кейін ғой. Яқта радио, видео, диск, аукс бәріне ауыстыра береді. Мына жақта Android қондырылған. Ол Android мультирульге жалғанған. Мына диск деген не бет? Мына диск деген бар, мынаны ауыстырып отырады. Қанша жеп тұрген қазір? 100 километрге 12 литр жеп тұрген. 12 литр жеп тұрген. Көп аз ба? Средний. Нормально, білмеймін енді. Кондердан может. Кондер 24 сағат қосып отырасың. Кондер 24 сағат. Өшіп қойып терезе ашу жоқ. Жоқ. Кешке ашам енді. Аяққа қойып қоямын көбінесе. Пробегі? Сәл-сәл жазу кеткендерін бәрін істетсең. Мына жерлері енді өзі сондай. Маған келгенде. Мына жері мынау істемейді, по-моему, или істейма көрген жоқпын, короче. Мына мен зарядтаймын. Мынандай нелері бар, тиын салатыны. Мына жерге не салатынын түсінбедім, бірақ мына жақта визиткалар тұр әртүрлі. Визиткалар. Одан кейін мыналарды да ауыстыру керек дейді, бірақ маған без разницы тұр өз. Сынып кеткен ғой. Өзінің оригиналы бірақ. Бұл жерлер. Пробегі 207 мың 843 болып тұр. Айналдырмаған ба, оригинал деп ойлайсың ғой? Айландырмаған ба, айландырған ба оның. 2000 қай жылы дедin? 2007. 2007-тен бері, солай жүрген. Жақсы, негіз болады андай. Білмеймін енді өзінің пробегі, мен өзім лично айландырмаған. Люкті ашып қойып, сторис түсіру жоқ па? Люкті ашып қойып түсірдік басында, қазір енді күн ыстық. Кешке қарай бір тауға бір жаққа барған кезде төбеден бүйтіп кадр алғанға балдар шығып алады әйтеуір. Мен өзім қойғам оны. Мына жерінде свет жанатындары. Мына екеуімен мінекей. Свет жанат, яғни айнасы, мына люк ашатыны. Мына жеріме люк ашат. Мынау айнасы тоже. Түрін қарауға бірден келген. Қандай қызықты сәттер болды осы машинада? Машинада қызықты сәттер ма? Осы машинада. Ең бірінші алған күні съемка жасадым өзім Instagram каналыма. Фотоға түсіп, фотосессия жасап, телефонмен, камерамен. Сөйтіп
номерін тастап айдап кетіп қалғанмын ғой, номерін тастап. Аль Фарабиде бас кетсем, Номерсіз полицейский чадам десем. Номерің қайда дейді. Мен тұр ғой братан деймін. Қарасам номер жоқ, ешқандай номер жоқ алды артында. Сөйтіп съемка болған жерге тастап кетіп қалғанбыз ғой. Сөйтіп қайтадан барсақ, охранник алып қойыпты қайта, көп рахмет. Сондай қызық болды, тағы қандай қызық болды. Жаңа соғылған бір қызық болды, өзім бірінші рет соғылдым өмірімде. Ешқандай ошибка жанып тұрған жоқ. Ешқандай ошибка жанып тұрған жоқ. Өмірімде бірінші рет осы машинамен соғылып көрдім. Жаңағы екінші полосада. Сезім, мысалы, тық деген дауысты естідің сол кезде. Бір жерің ашып кетеді, короче, еще ойлайсың, кім прав екен деп, мен прав болсам екен деп. Мен прав деп ойлағам, соңында мен не прав екенмін. Екінші полосадан резкіге бұрыла салғам ғой, короче. Не істеймін дедің бе? Полиция шақыр деп қоясың ғой, пофиг деп қоясың ғой, ананша. Сен не бір, пофиг шақыр братан деп қоясың ғой. Сөйтіп асқарлар сөйлесіп, солар ақша берді, әйтеуір солар шешті, мен бәрі шатырын тайып ары кетіп қалдым. Болды? Салоны? Чехолдың ішінде кожаный ма әлде қандай салон? Жоқ, мен әне қып көрсетейін. Ол өте ыңғайлы чехол, осындай видеоларға арналған. Кожаный салон болмай ма сонда? Білмеймін, болады шығар. Мінекей кожаның состояниесін көрсетейін қазір. Міне. Состояниесі жақсы, жыртылмаған, мыртылмаған, короче. Әңгімен қысқаша. Мына, короче, 12 мың теңгеге алдым ғой. Карсидиді мына нені. Чехолда. Алдын дұрыс саламадым, короче, мына жерге шығып кете береді, короче. Мына артын өзім полный шешіп, өзім полный тағып салдым, короче, артын. Машинаға өзім істеген осы нәрсе болды. Өзім істеген. Мынау мен істедім деп айтатын. Осындағы қойып қойдым. Мынау ұнай ма негізі адамдардың көбісіне? Негізі бұл ұнасын ұнамасын жақсы нәрсе негізі. Мына күннен кожаға прямой вид попадать еткеннен қорғайды да негізі. Көп машиналарда мына жерлері еріп кетіп, жабыс қақпап қалып жатады. Күннен қорғайды мынау негізі жақсы. Сосын алдым. Бірақ бір жаманы мынау тесіктері өтірік печкалардың несін құртады андай. Печканы дұрыс не істемейді. Сол кейбір кезде қыста буланып кетіп жатады осының кесірінен. Қыста алып тастаған дұрыс сияқты. Алып тастаған дұрыс, иә. Күн ыстық кезде жаза қойып қойсын. Қыста енді. Нехадан лайфхак нехадан. Бағана қалай иістегенше қалай септің? Мына бардачогымда обязательно влажный салфетка, жақта бумага жүреді. И мына жерде ортасында салфеткаларым тұрады. Енді не үшін салфеткалар не үшін? Тамақ ішемін, бірдеңе істеймін, аяқ киім сүртемін, бір съемкалар болып қалады, туалетке барып қаламын жолда деген сияқты. Мынау барахолкадан сатып алдым, по-моему, бір 1000 теңге, 1000 теңге. Баблгам несін өзім қатты жақсы көремін. Сонан аласың да, короче, бір рет шашып қоясың. Мынаған сеуіп қоясың, а бұл иісті жақсы шығарады екен. Жақсы шығарады, и бір жағынан мынаған сеуіп бересің ғой, сеуіп кейін лақтырып жібере саласың. Новыйын ала саласың. Содан мына кожаны сен кейін құртпайсың. Мынау тоже бір 5 теңгеге алдым, по-моему. Бірақ қойған жоқпын, мынаусы тұрған, екеуін ала салғам. Одан кейін мынау енді менің өтірік долларларым, который бумага базарлық көп екен. Мына жақта да бар, бара салфеткалар да бар. Бір салфетін алып ашып қоя салғам. Неге осыны алдыңдар дегенде, папам әпкесінің баласының машинасы ғой, таңдайтын ештеңе. Өзі таңдап алған, не битый, не крашеный деп айтты. Енді бір алды мақұл енді, зазорлар мақұл дейсің. Бір-екі есігі крас етілген, бірақ анда шпаклевка жоқ. Краскасы оригинал деді. Өзіміз тексеріп алдық андай бірдеңемен. Толщиномермен. Тексеріп алғанда сол братан өзі көрсетті ғой енді. Алдамайтын шығар, туысқан ағам, папамның әпкесінің баласы ғой. Вот такое дело. Ертең сен сататын кезде оның бәрі шығады, біліктің барлығы. Сөйтіп сен сатқан кезде келіп адамдар толщиномермен қарап, мына жер мынандай ғой, мына жер мынандай ғой деген кезде, папамның кім дедің? Папам әпкесінің баласы. Жиен ба? Жиенім ғой. Жиеніңнің атын айтып шақырасың ғой. Жиен кел деп 88 жылы ғой, ұрамаймын ғой бірақ. Ал, короче, жақындап таныстайық. Артын кім сызып алды мына жерлерін? Мына жерін мен өзім, короче, екінші паласынан келіп бұрылғам ғой, ресторан, кафеге баратқан кезде ше, Тұрғыт Озал көшесінде бір 35-ке келіп та штайм кіріп кетеді ғой. Мына жерге? Қайтан ау неге тиді маған, теміріне тиді да, қатты майысқан жоқ, ананың несі кетіп қалды ғой, бампер жоқ болып кетті ғой, короче. Мына жер майысқан екен кәдімгідей. Сөйтіп анаған ақша бердім. Соның іздері қалып кеткен, Қанша ақша бердің? 35 мың теңге бердім. Ондай көп берген жоқпын. Бампер тістеп аласың деп па? Бампер сен болып тұрсың ғой? Мен болып тұрмын. Мына жерлерін біз көшеге қойып кетеміз, біреулер әдейі сызған ба, бірдеңеменше, ар жағында да бар. Былайына сызып кеткен осындай бірдеңеменше. Сен может андай неге қойып кеткен шығарсың? Өтуге пешеход, балалар өтетін жер, детский площадкаға өтетін жерлерге. Білмеймін, сол біреу әдейі жынданып істеген сияқты. Көріп тұр әдейі екен, кәдімгі. Мынау неден болды? Мынау мен мынаны өзім істедім, бір жерге сырып алдым, короче. И мына жері бар. Мына жері ма, осы бір жерлері бар еді. Ол ар жақ екен, ар жақ. Оны мен емес, білмеймін. Мынаны өзім істедім.
бір айнаға. Мынанда өзің сырдың, Иә, бір айнаға тиіп кеттім. Өте құптымын мысалы, Мысалы да. Жоқ, ішіне келгенде өте құпты екен, сыртына келген кезде деп шындай. Ар жағын көрейік, бұл бер жағы ғана. Сырты енді кішігірім ғана, ондай қатты емес. Ой, өлтіресіңдер ме? Мына аяғы ме? Мына аяғы. Мына жерлерім мына өзім істедім. Біз әлі де сыртымен танысудамыз. Мынаны, короче, мен бұрылып атамдан мынандай бордюрға кіріп кетемін ғой. Бордюрға кіремін, бұл кезде мындай 18-лік па диск тұрған менде. Андай спортивный наның. И баллоны жарылды, короче, баллон жарылып, мына аяғы сырылып, ана жерге гүмбет кіріп кеттім. Сол осы жерге ғана кірді, и дөңгелегі ғой жаңағы. Дөңгелек кірген, дөңгелегін жарып алдым, бордюрға болды. Мына жерге не тиген? Мына жерге білмеймін мен. Мыналар? Олар тоже білмеймін. Мыналар бір андай есікті ашқан кезде тиіп кеткен шығар, мен есікті аша саламыз ғой. Бағана сырылды деген мынау әдейі сияқты осы? Мынанда біреу әдейі келіп бірдеңемен сырып кеткен сияқты. Енді ол кішігірім ғана, кішігірім не шындай полировка дей ма? Иә, полировкамен кетеді деп па? Сол үшін көлікті қоятын кезде абайлап қою керек негізі. Кішігірім болса да мынандай балалар өтетін детский площадка, мынандай сәл кіретін бір пешеходтың андай проходтары болса, ондай жерлерге кеңес беремін, қоймаңыздар. Себебі менің көлігімді де өйстіп мына бетінен ана басына дейін Астанада сырып кеткен едім. Бұл енді менің машинамның ең әдемі жері. Өзім жаным, ететін жерім. Арты ұрылмаған ғой, іші ұрылма. Автокөліктер жұмыс жасай ма? Жұмыс жасайды. Артында камера бар. Камера жерге қарап қалған, осыны істеп алу керек. Жапсып қоймайсың ба? Соны істемей жүрмін. Иә, осыны істеу керек, короче. Қалған жерлері нормально, мына жерлерінде бар екен кішкене. Осы менде бір полный неге беру керек болып тұрғанда не? Покраскаға. Шпаклевка ма? Жоқ, шпаклевка. Подтолщиномер покраскаға. Қандай? Иә. Или полировкаға. Полировкаға. Полировкамен кетпейді ау? Кетпей ма? Онда покраскаға береміз ғой бұйыртса. Пока емес енді неге қарай? Андай күзге қарай деп отырмын мен. Қудырту ойда жоқ па, басқа блогерлар сияқты бір нәрсе розовый қылып тастап. Жоқ. Бізде классика, минимализм. Мен өзім Европада оқып келгем деп. Ой, башы. Бізде Италияда деп андай. Бүйтіп ойланып тұрамын, қалтамда 500 теңге бар. Ойланып тұрамын да машина аламын деймін ғой, короче. Сосын братанға звондаймын. Машина керек маған деймін. Айтады, мен машинам как раз бар, сатам, аласың ба дейді. Мен өзім басқа машина алайын деп жатырмын дейді. Сосын мен давай деймін да, короче. Қаншаға бересің дедім. Сосын мен общем 6 миллионға беремін деді ғой саған. Түсіп берейін 6 миллионға ал. Общем, дерзкий состояниесі барлығы зор, короче деді. Сосын мен хорошо дедім. Сөйтіп 500 теңгемді алып, Асқардан 500 мың алдым, миллион болды ма? Сосын миллион ақшам бар. 1.600.000 примерно құйсаң, қалған кредитке ұрасылам дедім да. И тағы 600 мың мамадан ала тұрдым, 1.600.000 мен барсам, кредит, Каспий бермейміз дейді ғой. 2.600.000 керек дейді. Каспий? Иә, Каспий. Мен миллион төлеп переначалка алайын деп ойлағам, короче. И ол бермейміз деді да, сонымен Халық банк дейме бірдеңке дейді, короче. Содан мамаға тағы 1.600.000 шығарам. Сөйтіп 2.600.000 апарып береміз да. Сөйтіп 20 айға бөліп берді мынаны, короче. Сөйтіп алдым, короче. И Асқардың 500 мың қайтардым, маман 1.600.000 жауап бердім. Жайлап құтылып келесің. Одан кейін 3.700.000 қазір 800 мың қалды ғой, 5 ай қалды ғой, короче. 900 мың бір бәле қапты 5 айға. 800 мың деген. Алғаным 6 ай болған. 6 айда жауап тауып. 6 айда жауап тауып. Барлығына осындай история берсін. Вообще кредит алмағандарыңыз дұрыс. Ал егер аламыз, көлік аламыз десеңіздер, негізі Майкарға келсең, анадан барып алдым, мынадан барып алдым демей, бірден Майкардан оформить етіп жібереді. Мысалы, көшеден келіп, көлік алып келіп, через Майкар оформить етуге де болады. Біздің приложениені скачать етсе, смело. Майкар сила. Багажникте не бар екен? Жүк салғыш. Багажникте мына жүк салғыш бар, бұл электровелосипедтікі. Ой. Бұны кеше... Сен не ол деп қоямын, андай шашлык істейтін бір нәрсе ма деп қоямын ғой? Кеше багажникке симағаннан кейін осының артына қойғамыз ғой. Сосын? Симағаны алып жатық. Мынау реквизит кімдікі? Мынау Серік деген бауырымның толстовкасы, бомбері. Мынау Қалжанның бауырымның бомбері. Иә, бәрін бомберларын жинап үшін. Кеше бірге жүргенбіз, қақып кеткен ғой. Мына менің өзім костюм шалбарым. Мынау Жиза ма андай? Машинасы бар достарында. 1 minute. Все, алға бере сал. Досы бар, машинасы бар, досыңды белгіле дейді. Мынау тоже Серік бауырымның сумкасы. Мынау білмеймін әйтеуір, бір жерден сатып алдым әлі, үйдегілер берді ме, бірақ қолдан көрген жоқпын әлгінге дейін. Қыс болған жоқ па әлі? Алған қанша болды? Жақында алдың ғой сен, қыс болған жоқ па әлі? Қыста алдым ғой, қыстың екінші айында ма?
Бірінші айында алыппын. Январда ма? Жарты жыл айдап тапсың уже. Жарты жыл болыпты онда. Мына жерде колонка бар. Мына жерде усилителі мен оригинал. Колонкасы зор шығады қазір, дауысын тыңдатамын ғой сілчі. Авторский права шығып кетпесе, біз тыңдай береміз. Өзім музыканы тыңдатамын деп ше. SE комплектация міне, араб. Өзі ашылады. Мына капоттың мына жағына мән бермей, мына жағына мән беру керек. Камриде мына жағы маңыздырақ деп сондай. Бұл 2/4 қой? Иә, 2/4 объем ғой, короче. 2/4 объем. Мына моторын жудырған бір ретте, короче. Су көзден мынағанда су шашқанда мына ауысқа салпиып кеткен ғой. Енді ауыстырса керек, бір 10 мың 15 мың шығар ары кетсе. Иә, аласың. Тұра берсін по идее, без разницы ол маған. Бүйтіп құртып тұр негізі. Мен мысалы Камри бот емеспін, Камри қызығатын адам емеспін. Мен андай шұқылап, наоборот, жасап жүрген ұнататын адаммын да. Сол себепті Камриге қызығатын адамдарға SE, басқа да комплектациялар бар, американец, европеец, солардың айырмашылықтарын түсіндіріп берші. Түсіндіріп берейін, давайте қараңыздар. Мынау тұрған аккумулятор. Мынау мотор ағайын. Мотордың майын мына жерден тексереді. Мына жаққа антифриз қояды. Деп қоясың ғой, короче. Мына жерге қояды антифриз, мына жерге антифриз қояды, мынау терезенкі, по-моему. Мынау рулевой рейкі ма, сондай бір-бірден гордікі ма, сондай. Мынау анау неңкі, тормозный жеткіс деймі, айтыр, мен білетіндер өзім лично. Моторы барлығы состояниесі жақсы. Мыналардың аты неме еді, мынау помпалар ма? Ма еш жерінде ақтырып помпа. Мынаны ауыстырдым. Генератор анау. Мынау подушкасы. Подушкасын ауыстырдым, астындағы 3 жаңағыдай помпасын ауыстырдым, 3 тал тұрады екен мынада, короче. Үшеуін ауыстырдым, мен алғалы бері. И фильтрін ауыстырдым. Свечасын тазалаттым, форсункасын тазалаттым, свечасын ауыстырдым. Өзіме комфорт, өзіме ұнайды. Қанша уақыт айдаймын деп отырсың енді бұны? Пока айдай тұрмын бір жылдай. Şimdi ақша жинап алғаннан кейін, может сатып басқа яқтан машина алып берем ба деген ой бар енді, кішігірім ғана. Ең бастысы новый лауш, бір 2019-2018. Ең бастысы кондері бар да. Кондері зор, пешкісі зор істейді. Білмеймін, мен қыста пешкімен жүрдім, қыста да айналдым. Кондері Антарктида, пешкісі Африка деш. Пешкісін тексеріп көрейік. Экватордың дәл ортасындағы орналасқан демесек. Шамалы. Бензин қанша құясың негізі? Бензин? Иә. Әртүрлі 5 мың теңге, 10 мың теңге, 12 мың теңге, 12 полный бага. Полный бага 12 мың теңге? 11 мың бір бәле. Қанша литр сияды 11 мың? 60 шығар? 60 литр? Миым қысылып тұр негізі, есептесеңіздер болады өздеріңіз. Иә, в общем 12 мың чем-то шығады, 11 мың чем-то шығады, әртүрлі 95 қиям ма көрінше болған. Енді осы сұрақтар, мен қойған сұрақтардың барлығына егер жауап ала алмай қалып жатқан болсақ, комментарийға өздерінің жауаптарын жаза кетіңдер. Ана обзорды көріп отырып, комментарий оқып отқан адам одан сайын көбірек мәлімет ала берсін да. Короче, достар, мен шамалы машинаны дұрыс қақпаймын да, енді қағып енді үйреніп кетірмін. Алдыңғы жолдан келгеннен уже шамалы білем де, өзім жөндетіп жүргеннен кейінше шамалы. Сіздер де жазып кетіңіздер, мына Камри қалай, несін не істеу керек, кішігірім жазсаңыздар, мен комментарийдің бәрін оқимын өзім. Ішіне кіріп, может маған да пайдалы ақпараттар тиіп қалар. Сіздер енді білсеңіздер, біліміңізден бөлісе кетіңіздер, өте керемет болатын еді. Мен білмей жүрген нәрселер бар десеш? Мысалы, мен білмей жүрген нәрселер болатын болса, может бір жері дұрыс емес шығар мен істеп жатқан. Соны айтсаңыздар, маған өте үлкен плюс болады. Сіздерге бір рахмет айтатын едім ішімнен от души. Мынау менің блокнотым. Кішігірім заттар жазғам, расходтарын. Мен ауыстырғандарын бар қойдым, по-моему. Машинаға расходтарды осы жаққа жазып жүресің ба? Сценарийлар бір екі өзіміздің. Проект 99 мың нелері. Мұны Камри есеген ксенон салыппын 17 мың теңгеге. 17 мың теңгеге не ксенон ол? Білмеймін, Корсиден алдым 17 мың теңгеге. Сосын руль рейка көрсеттім. 17 мың теңгелік не ксенон екен, мына жаққа жазыңдар білейін. Полный диагностика жасаттым алдым, бәрін нормально. Лобовой ауысқан екен ғой? Лобовойын 30 мың теңгеге салдым. Пайдейін бірдеңкесін салып берем деген, андай қатты оригинал емес, сосын оригиналын салып бердім деп айтты. Енді ол өтірік бар, рас па білмеймін, саған везет, бонус деп анау жоқ екен деп осын салып берді. Шықты десе, короче. Чытырын неғында трещина болған, бір ұзын трещина дәл ортасында, короче. Сөйтіп ауыстырып берді енді. Болды, одан кейін нақты документтері қазір. Мына өзінің кітабы. Арабия. Камри. Қашан келген бұл Қазақстанға? Білмеймін, қаяқтан көреміз. Жалпы да? Первичный регистрация қашан болған? Білмеймін. Оны бір жерден көре алсақ көрейік қазір, айтайық дегенде көрсетейік. Міне машинасы осындай екен. Жақсы, ходовкасын қалай істедің ба бір нәрселерін? Ходовкасын істедім, мен полный бір істедім. Қылдап жүрген, істеп жүрген. Қанша кетті ходовкасын істегенге? 67 мың кеткен шығар. 67 мың? Оның жасауымен полный. Енді есінде жоқ. Иә.
Есіңде жоқ, 67 Осым бір 40 мың теңге, 35-40 мыңдай запчастина кетті жаңа алғандарын, анауысына, мынауысына, дәл сондай ғой бірдеңе берді. Жұмысына 20 мың ба? 25 мың алып қойған жұмысына. Әлі бәрін жақсы жасатып алдым. 4-4-інде істетіп алдым. 2-4-тің тартысы ұнайды ғой өзіңе. Ұнайды енді, басқа көп машина айдамағанмын. Асқардың машинасын айдадым, двое турбо Асқардікі, но машина по-любому өйткені двое турбо. Оның алдында сэшкам болды. Мен майын ауыстырамын, мінекей. Тата шығыяды екен 530. Соңғы рет 212-де ауыстырған. 204-те ауыстырамын. 212-де ауыстырасың енді. Оның алдында 200-де ауыстырдым, 208-де ауыстырдым, мен 204-те. О үшін 5 мыңнан ауыстырып отырамын ғой мен. 5 мыңға жеткізбейді ешқаш. 5 мыңнан ауыстырып отырамын. Өте жақсы водитель екен. Сыртын сырт тастай беретін болмаса, былай жақсы водитель екен. Қазір 5 мың сайын ауыстырып отырамын. Ана еще бірдеңесін ауыстырдым, фильтр дей ма? Салонный фильтр. Соны ауыстырдым. Салонный фильтр. Сол да мен ауыстырған заттар, сол ғана өмірімде. Бір общий бір расход, бір 250-300 мыңнан кеткен шығар, потолок ше. Бірақ зато барлығы жасап тұр, барлығы ештеңе жалуы жоқ. Жалуы жоқ. Қазір енді бізге колонкаңды бағана усилителімен тұрған колонкаңның дауысын бір естіртіп көрсет. Егер келесіде бұл көлікті сататын болсаң, міндетті түрде приложениені скачать етіп, майкарға алып келсең, саған бағасын шығарып береді қанша. Или бағанағыдай кредитке алатын адам болса, через майкар кредитке сатып жіберсең болады. Майкарда бар ма? Майкардың өзінің майкар финанс деген бар, ол банкқа ешкімге жүгінбейді. Өзі бағасын шығарады да. Сен мысалы мынанша дейсің, оған айтады 20%-ін төлейсің деп. 20%-ын төлеп, сөйтіп майкар арқылы кредитпен сатып жібереді ол. Понятно. Енді музыканы қойды. Мысалы майкарға ана машинаны апарып басқа машина ауыстыруға болады. Олай да болады. Жаңа машина алсаң, мынаның бағасын шығарып береді, үстінен ақшасын доплатить етеді болады. Все, несте, музыка ғой да, сенің любимый, жақсы көрем деген музыкаңды қой, барлығы тыңдасын. И осы нотада шығарылым ұнады деген ойдамыз. Біз аяқтайық. Қан музыканы қой. Қазір Неханың ең үздік әуені, ең жақсы көрем. Ең үздік деген жоқ қой, мен қоя берем. Артына тұң, артырат болыңсы. Артына отырып көрсе, артына отырса, артына нормально. Сетім. Все, жақсы, келескенше. Барларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар. Айтыңыздар керек жерлері болса істеп алайын мен.